Ақша бұл құдай емес. Барлық нәрсені шешпейді ол. Адамдар солай шатасады да, ақшаң болса, сенде бәрі бар, ақшамен бәрін шешуге болады деген. Жоқ, бәрін шешетін барлық күш құдірет ол Алланың қолында ғой. Сондықтан Алла мен ақшаны ешқандай бір-бірімен араластырмау керек, шатастырмау керек. Ақша сенің бергеніңнің айырбас құралы болатын болса, соның бәрінің иесі бұл Алла. Аллаға деген байланысыңды арттырған сайын, сенің ішкі әлемің жана бастайды, нұрлана бастайды, сен оны сыртқа бере бастайсың, сырттан саған ақша келе бастайды. Осы арқылы біз ақшаның жай ғана құрал екенін, өмір сүруге инструмент екенін түсінеміз да, ал негізі бағынуымыз керек, негізі тағзым етуіміз керек, негізі әлемдегі байлықты сұрауымыз керек, бұл Алла екенін түсінсек болады ғой. Осы ішкі нұрымызды дамытып, ішкі халіміз арқылы ақшаны тартқымыз келсе, беріп ақша алғымыз келсе, менің топтық менторлығымда жеке-жеке және де терең айтатын боламын. Ол жерде көптеген техникалар бөлісетін боламын. Ол жайлы толығырақ білгің келетін болса, астына менторлық деп жазып кет, мәлімет алатын боласың.